Сериал, который изменил мою жизнь за 8 серий. Дәл осылай аталатын текстпен осы дорама туралы видео көріп қалған едім. Мен де соны қайталайын дедім. Қайталғанда мен бұл жерде ол дорама туралы айтып беремін. Бұл «Игра смерти» деп аталатын дорама. Дораманың бас кейіпкер жігіт өзіне қол салады. Сонымен ол тозаққа да кетпейді, жәннатқа да кетпейді. Ол жерде оны өлім күтіп алады, смерть күтіп алады. Ол оның ісіне жаза береді. 12 адамның өмірін сүріп, қалай болмасын тірі қалу керек. Өте қызықты. Расында да бұл дорамадан өзіңе қол салу тығырықтан шығатын жол емес екенін көресің. Өкінішке орай қазіргі таңда өзіне қол салып жатқандар туралы көп естіп жатамыз. Сондықтан да осы дораманы дәл қазір көру керек. Дораманың қазақша атауы «Идже жақында өледі». Қазақша дыбыстамада Сақ студияда бар, субтитрмен OneWhatsApp тобында бар. Сондықтан да